Екінші сынып әдебиеттік оқу сабағы 71-ші сабақ жұмбақ айтып берейін тақырыбы. Бүгінгі сабақтан сен жұмбақ туралы түсінік алатын боласың. Бірінші тапсырма: суреттің көмегімен жұмбақтың екінші бөлігін тап. Өмірі шықпай үйден бір, өз үйін өзі сүйреп жүр. Бұл жұмбақтың жауабы тасбақа. Үй үстінде ұсақ тас. Бұл жұмбақтың жауабы ай. Қыста суық аяздан 5 саусақты қорғайды. Бұл жұмбақтың жауабы қолғап. Жұмбақ айта білеміз. Жұмбақ бұл бір зат немесе құбылыстың тұспалдап сипатталуы. Жұмбақ ұқсас сөздермен айтылады. Мысал үшін, бойын жерге жасырған, бұрымы бар жасылдан. Бұл не болды екен? Әрине, бұл жұмбақтың жауабы сәбіз болды. Екінші тапсырма: үйде бір-біріңе жұмбақ жасырасыңдар ма? Иә, біз үйімізде бір-бірімізге жұмбақ жасырып ойнаймыз. Балалар, ережені есте сақтаңдар. Метаграмма сөз ішіндегі бір әріпті басқа әріппен ауыстыру арқылы жаңа сөз жасау. Үшінші тапсырма: оқып, жаңа сөзді табыңдар. Б-дан егер бастасаң, адам болам малы көп. Б-ны сызып тастасаң, ойла көктің сәні деп. Бұл жұмбақтың жауабы бай және ай. Келесі жұмбақ: Б-дан егер бастасаң, туысыңмын ардақты. Б-ны сызып тастасаң, болалам салмақты. Бұл сөз жұмбағының жауабы бауыр, ауыр. Сөз жұмбақтардың авторы Мұзафар Әлімбай. Төртінші тапсырма: өзің білетін бір жұмбақты жаз. Жердің жүзін шарлайсың, онсыз еш жерге бармайсың. Көлікпен де, жаяу да саралайсың, таңдайсың. Бұл жұмбақтың жауабы жол. Қорытындыла. Жұмбақты шешу оңай ма? Жұмбақ шешу үшін не істеу керек? Ойлану керек. Жұмбақтың құрамындағы сөздерге мән беру керек. Үй жұмысы: жұмбақ жаттап, жұмбақ айтысқа дайындалып кел. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, видеоға лайк басыңдар және осы каналға тіркеліп алыңдар.